Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Хикмет телерадио студиясы ұсынады. Наурызбай Қажы Тағанұлының Үміт сәулесі аудио кітабы. Сезімдегі тепе-теңдік. Адамның сезімі екі жағдайда толқиды: қатты қуанғанда немесе кенеттен келген қайғылы жағдайда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисте маған ақымақтықты білдіретін мына екі жағымсыз дауысқа тыйым салынған: бірі нығмет берілгенде, бірі қайғы келгенде деп өлшем көрсеткен. Сондықтан да хадисте сабыр соққының алғаш тиген кезінде көрінеді делінген. Яғни болары болып бояу сіңіп кеткен кезде басқа салғанға көнеміз ғой деу сабырлыққа жатпайды. Алла тағала адам баласын мақтаншақ деп сипаттаған. Егер басына бір жамандық келсе, өте төзімсіз, ал жақсылық келген болса, өте сараң. Тек шынайы иман келтіргендер одан тыс. Сондықтан Алланың құдіретіне күмәнсіз сеніп, маңдайын сәждеге тигізген жандар тепе-теңдікті сақтайды. Кеңшілік кезінде шүкіршілік қылады. Бастарына бәле келсе, сабыр сақтайды. Тұрақсыз сезім адам баласын шаршатып, түтіп жібереді. Егер ашуланған болса, одан әрі қоза түседі. Астамшылығы соншалық тіпті өзін ұмытып кетеді. Ал егер қуанған болса, өз шамасын білмей дарақыланады. Сын айтып сөккен біреуді жақтырмай, онымен өштеседі. Жақсы көрген адамын әсіре мақтайды. Бір хабарда былай делінген: жақсы көретін адамыңды қатты жақсы көрме. Бір күні жек көретін адамың айналуы бек мүмкін. Жек көретін адамыңды қатты жек көрме. Бір күні жақсы көретін адамың айналуы мүмкін. Енді бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге былай деп дұға ету керектігін үйретеді: ашу кезінде де, разы болған кезде де әділдікті сұраймын. Кім сезімін ақылға жеңдіре алып, әр нәрсені өзінің орнымен бағамдай алса, ақиқатты танып, туралыққа жол бастағаны. Құранда расында елшілерімізді ашық мұғжизаларымызбен жібердік, және елшілермен бірге адам баласының әділдікті тұрғызу үшін жібердік. Және елшілерімізбен бірге адам баласының әділдікті тұрғызу үшін жібердік. Хадид сүресі 25 аят. Ислам діні мінез-құлық құндылықтарының өлшемін алып келді. Қастерлі үмбеттің тәрбиеленіп шығуына себеп болды. Сендерді бір орташа үмбет қылдық. Бақара сүресі 143 аят. Қай жерде болмасын әділдік қатаң талап етіледі. Мысалы, үкім беру жайында мына аятта: ей иман келтіргендер, өздеріңнің, әке-шешелеріңнің және туған туыстарыңның мүддесіне қарсы болса да, Алла үшін куәгер болып, әділдікті сақтаңдар. Куәлік еткендерің бай болсын, мейлі кедей болсын, Алла олардан үстем тұрады. Олай болса, әділеттен теріс айналып, нәпсілеріңнің жетегінде кетпеңдер. Егер тілдерің жаңылып, шындықты бұрмаласаңдар, расында Алла не істегендеріңді толық білуші деп, өз мүддемізге, тіпті туған туысымыздың мүддесіне қайшы келіп тұрса да, әділдіктен қылдай болса да ажырамауда мұсылманның мойнына міндеттеп тұр. Ниса сүресінің 135 аятында: ислами уыздан нәр алған дана халқымыз тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ. Әділдіктің белгісі біле тұра бұрмаған, жақсы адамның белгісі өткен істі қумаған деп осы аяттың мәнін аша түскендей. Расында дін шыншылдық пен әділдікке негізделген. Әділдік сөзде, іс-әрекетте, мінез-құлықта және үкім беруде болуы керек. Раббыңның сөзі Құран шындық әрі туралықпен тәмамдалған. Әнғам сүресі 115 аят.